Ер адам 1977 жылы туған, тұрақты жұмысы бола тұра, отбасы тұрмыстық саладағы әкімшілік құқық бұзушылығы үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылды. Айтып беріңіз қысқаша, 25 қараша не болды? Қандай оқиға болды? Чай ішіп отырмын, жолдасым ұрысып, Ер адам алкогольдік масан күйде үйде жұбайымен жанжал шығарған. Полиция қызметкерлері шақырылғаннан кейін оның әрекетіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 73 бабы 1 бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылған. Ол кейін жұбайынан кешірім сұрағанымен әйел адам жағдайды тату жолмен шешуден бас тартты. Осы іс-әрекетіңізге өкініш білдіресіз бе? Кінәңізді мойындайсыз. Жәбірленушіден жұбайыңыздан кешірім сұрадыңыз ба? Сот отырысы барысында азамат өз кінәсін мойындады. Қарсылық жоқ па сотқа? Әкімшілік бұзушылық туралы кодексінің 73 бабының 1 бөлігіне кінәлі деп танылсын, оған 20 сағатқа қоғамдық жұмысқа тартылу жөніндегі жаза тағайындалсын. Абай облысы бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сот аталған бап бойынша оны әкімшілік жауаптылыққа тартып, 20 сағат қоғамдық жұмыстарды және 3 ай мерзімге алкоголь өнімдерін тұтынуға тыйым салуды тағайындады. Осы кезеңде ол айына 4 рет профилактикалық әңгіме үшін ішкі істер органдарына барып тұруға міндеттелді. Қоғамдық жұмыстарды әкімшілік жазаның жаңа түрі ретінде тағайындау құқық бұзушылардың жауапкершілігі мен тәртібін қалыптастыруға бағытталған. Сот бұл жазаны ауырлататын мән-жайлардың болмауын, ер адамда тұрақты жұмыстың бар екенін, оның жасаған әрекетіне өкінуін, сондай-ақ жәбірленуші тараптың пікірін ескере отырып белгіледі. Қоғамдық жұмыстар құқық бұзушыларды оқшаулауға емес, оларды қайта тәрбиелеуге және әлеуметтендіруге ықпал етеді. Осылайша олардың еңбек және отбасылық байланыстарын сақтауға мүмкіндік береді.